Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Құдай жатқанға берсін деп машинаның ішінде, көліктің ішінде клиент күтіп жатырмыз, подъехті қойып қойып. Қалайсыздар, жақсысыздар ма? Енді өмір деген қызық деймін да, мына қалай айтсам екен. Алдында Беделхан деген блогер зикір оқиғасына байланысты бір жорамал жасап қамалып, қазір енді жорамал жасаған жорамалы қате деп саналып жатыр ғой. Енді ақпарат журналистердің айтуы бойынша сол жерде енді екі адамның атын атаған екен. Солар моральдық ақша сұрапты, 22 миллион, 44 миллион. Сөйтіп зикір енді қағып өлтірді, қателеспесем 2 адам өлді ма, или 1 адам, 2 адам өлді, бір қыз. Соның отбасы кешірім беретін болыпты. Әңгіменің ашығы зикірдің водителі бостандыққа шығайын деп тұр ғой. Зикір өз-өзінен қатты жүріп кетті деген әңгімелерді айтып жатыр екен. Қазақстан дегенде, Қазақстан республикасы деген болып жатыр да. Енді мен өзіміздің депутаттарды бір мақтайын деп шештім. Не болса ол болсын, біздің депутаттар мықты. Депутаты болсын, министрі болсын, біздің халқымыз да мықты, халық та мықты, барлығы мықты. Енді біздің халық ұруға бөлініп алып, мен мықтымын, сен мықтысың, наймандар қайдасыңдар, анау қайдасың, мынау қайдасың, албан болмаса анау болады, мынау болады деп енді бөлінгенде жерді екі айырып жібереді сияқты әңгіме болады ғой. Мен енді бөлінбей өзіміз бір қазақтарды мақтайын деп тұрмын. Неге десеңіздер, мынау тәуелсіздік алғанымызға Назекең президент болғалы бері 2 президент ауысты, мысалға 2 президент. Американың қазір 250 жылдығы, қателеспесем, 47 президент. Енді 5 жылдан отырған ғой жоба. Мен біреулер 2 рет отырды, мысалы Трамп 2 рет отырды, 8 жыл отырады деген сияқты. Енді 250 жылда Американы айға жеткізбесе де бүкіл әлемдік мемлекеттер арасында айға жеткізіп қойды. 250 жылда 47 президент. Енді мен не айтайын деп тұрмын, енді вообще былай ғой. Алдында аманат әділетке қосылды, үйтті, бүйтті дейді. Енді біздің мынау депутаттар енді бір андай ғой. Депутаты болсын, министрі болсын, бір жұдырық стақан жерін жұлып алады, барлығы бірігіп елдің қамын жеп жатыр ғой. Елдің қамы, ол жерге елдің қамын жемейтіндер бармайды ғой. Неге десеңіздер, Қошанов мырза енді аманат болды, Нұр Отан болды, енді мүйізі қара қазандай партия ғой, саяси партия. Басқарушы тап қой, енді көбісі Нұр Отандықтар отыр ғой, әңгіменің ашықша. Енді әділет құрылды, бір аптада әділетке Нұр Отан қосылып кетті. Сол жерде мен енді бір депутаттарға риза болдым. Депутаты болсын, же болмаса сол Нұр Отанның мүшелері болсын, барлығы Қошановқа қолдау танытты. Біреу қарсы келмеді ғой. Біреу қарсы келіп, жоқ, біз үлкен мүйізі қара қазандай, мүйізі қарағайдай бір партиядық әділет одан да бізге қосылсын. Енді білмеймін, енді біз деп енді сөйтіп айтпады ғой. Енді барлығы біз бір жұдырықпыз дегенді білгізді да бүкіл көрші елдерді таңғалған шығар деймін да. Енді неге бұлай деп бастаңыздар, демократиялық елдерде партиялары ырду-дырду. Біреуін шығарып отқан шешіміне біреу қарсы болып сөйтіп та, біздікі ондай емес. Біздікі енді қалыс қалғандар болмады осы. Қалыс қалғандар бізде енді депутаттар дауыс береді. Енді қазір қанша депутат бар? 100 дейікші, 100 ба, или одан көп па, мен білмейді екен. Солардың барлығы Қошанов айтқан еді, әділетке қосылып енді әділетті болайық деген еді. Барлығы енді дауысын берді деп енді айтты. Мен осындай болу керек, мындай жұдырықтай болып, барлығы бір адам осыған қосылып, барлығы демеуді беру керек деп ойлаймын. Мені ал басқа демократиялы елдерде Трампты жеп қояйын деп, Трамптың
демократтар мен республикашылар бір-бірінің жағасын жыртып жүр да. Алауыздықта іштерінде алауыздық көп. Біздің депутаттар енді ішінде алауыздық жоқ. Қай депутатың, қай партияның болсын, Азаттық партиясы ма, жоқ Азаттық па, Ақ Жол партиясы ма, Азат Перуашевтар жылап кетті енді. Азат Перуашевтың орнына бір әйел кісі келіпті енді. Ол айтып жатыр енді, келіп енді сүйрейін деп тұр ғой, не болса да енді. Азат Перуашевтан қалған енді сүйрейін деп тұр енді. Бүкіл әлем тамсанатын жер. Мен тамсандым. Бұндай депутаттар, бұндай министрлер тұрғанда енді бізді жау алмайды енді, әңгіменің ашығышы. Жау алмайды енді. Біреуі ұсыныс білдіреді, Қошанов мырза. Болды, осыған қосылайық. Мүмкін ар жақ талқылаған шығар, бірақ қалыс қалып 100 депутат болса, соның 60 қарсы шығып, 40-ы қарсы болмай деген тема болмады. Барлығы дауыс берді. Шет елдерде енді осы қыста ғой деймін, қателеспесем, Америкада басқарушы енді партия, республикашылар қазір басқарушы партия болып тұр. Трамптың адамдары, Трамптың партиясы енді үлкен дауыс жинап билікке келді ғой. Трамп та келді. Соған қарсы демократтар бір іс шешеміз деп анау да мынау болып Американың әскери саласына беретін әскерилеріне де беретін қаржыны бөлдірмей қойған ғой. Америка енді әлемді аузына қаратқан. Алауыздық кіріп кеткен оларға. Біз сияқты бір жұдырық, бір қолдан жең, бір қолдан аяқ шығармайды да, олар деген енді ырду тұрды. Сөйтіп жатыр енді. Біздің көршілерде, біздің депутаттарға, министрге қарап енді мәз болатын жер енді. Халық демекші, біздің халықта мықты. Ондай мықты болмағанымызда мұндай жерді Аллах тағала бізге бермейтін еді. Енді ата-бабаларымыз Ақнайзаның күшімен, Ақбілектің күшімен енді біраз жеріміз енді қазір көршілерде қалып кетті ғой. Соған қарамаса қазір әлемде 9-шы орындамыз. Халқымыздың саны 20 миллион. Енді біздің халықта мықты. Күнде енді халық сайлаған депутаттар елдің қауіпсіздігі деп заң шығарып жатыр. Штрафтың заңын шығарып жатыр. Ананың заңын шығарып жатыр, мынаның заңын шығарып жатыр. Кеше бір заң шығып жатыр дейді, олар белгісіз, мен точно білмеймін, бірақ көлікті көшеге қоюға болмайды дейді. Ол да енді бір андай да, мүмкін ойлайтын шығар, халқымыз көлігін көшеге қойып қойса, ішінде ұрлықшылар ұрлап кетсе қиналып қалады деп, сөйтіп енді үйлеріңе кіргізіп қойыңдар, болмаса штраф саламыз деп халықты ойлап сондай нәрселер істеп жатыр екен. Енді өмір енді сондай болып тұр енді. Енді переводты 2026-ның 19-шы шілдесінен бастап перевод істеуге де болмайды екен енді. Жалпы енді біздің халықта енді анау-мынау халық емес енді. Бір жағынан анау, бір жағынан мынау, бір жағынан анау, бір жағынан мынау болып жатыр әңгіменің ашығышы. Жалпы жағдайларыңыз қалай? Ұлы халықтың ұрпағы кезінде Еуропаға дейін аталарымыз атпен шауып барып дүркіреткен еді. Енді біз енді мынау енді 9-шы орынды алып отырмыз таптан-аш бап. Текті халықпыз ғой енді, текті халықпыз. Комментарияға кірсең, тектілікке бөлініп, руға бөлінгенде енді ойбай, шетелдіктер көрсем, мыналар енді таза текті екен деп ойлайды ғой. Бірақ қазақ дегенде, қазақтың бір мәселесі болғанда, онда тектілік дегенді мен байқамай жүрмін. Барлығы руға бөлінгенде жағасын жыртып, жағын айырып жібергенге дейін барады да. Ол да бір тектілік шығар деймін енді. Себебіміз тектілікті қай жерде қолдану керек екенін білмей жүрміз. Жалпы сондай депутаттар, біздің мынандай депутаттар, қалай айтсам екен, басқару жүйесі тұрғанда біз енді жаба алмайды әңгіменің ашығы. Қытайың 1,5 миллиард болса 1,5 миллиард шығар. Ресей 180 миллион болса 180 миллион шығар. Бірақ енді біздің депутаттар біздің қауіпсіздігімізді ойлап, ана партиядан мына партияға қосылып жатқанда енді біз енді жау келсе де қайтып кететін шығар деп ойлаймын енді. Жалпы сондай. Риза болдым. Сіздер ризасыздар ма? Риза болмасаңыздар қиын ау. Ойларыңыз жазып кетіңіздер. Қашанға дейін риза боламыз? Өйтіп риза боламыз ба соңына дейін?
болмаса қалай болады.